Баршаңызға ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Әр жұма сайын осы рецептпен осындай өте дәмді жұмсақ шелпектер пісіремін. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Құрамы барлық үйден табылады, қарапайым ғана. Ол үшін бізге жылы сүт қажет болады, сары май, тұз, қант, сонымен дрожжи, ұн қажет болады. Сүтімізді жылытып аламыз. Оған тұз, қантымызды, сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне дрожжиімізді де салып, араластырып аламыз. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Құрамын описание бөліміне жазып қоямын. Електен өткізілген ұнымызға сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Сонымен қатар достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Каналым сіздерге ұнаса, жақындарыңызға, туыстарыңызға бөлісіп, көмектесіп жіберулеріңізді сұраймын. Қамырымыз осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Иленген қамырды 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз, бетін жауып. Біздің қамырымыз 2 есеге ұлғайып көтеріледі. Ол қамырды жақсылап бірнеше бөлшектерге бөліп, суала жасайтын боламыз. Мінекей осылай 7 немесе 9 бөлшекке бөліп жасаймыз. Алдыда бұйыртса неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар, сонда менің видеоларымды жоғалтып алмайсыздар. Мінекей шелпегімізді осылай жайып, қызып тұрған майымызды екі жағын аударып отырып пісіріп аламыз. Ас болсын, жасап көріңіздер достар, өте дәмді болып шығады. Рахмет.